Сәлем баршаңызға. Осындай дәмді болып шығатын сметаник дайындаймыз. Ең алдымен осындай бөлме температурасында 60%-тен жоғары кез келген сары майымыз болады. Үстіне шекерімізді, бір жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қанты еруі қажет. Осылайынан ерігеннен кейін үстінен електен өткізілген ұнымыздың барлығын саламыз. Үстіне шай қасық разрыхителімізді саламыз. Сосын осындан жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлығы басы біріккенше осындай қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы қамырды тоңазытқышта, холодильникте 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасіне ең алдымен осындай 20%-тік бенде қаймақ, кез келген 20-25% қаймақ жарайды. Үстінен шекерімізді, 2 жұмыртқамызды, кукурузный крахмалымызды және ванильді сахарымызды қосатын боламыз. Барлығын осылайынан венчиктің көмегімен араластырамыз. Блендермен араластырсаңыздар да болады. Мен осылай венчикпен осылайына араластырып алдым. Осылай біркелкі болуы қажет. Енді қамырымызды менде 24 сантиметрлік формамызға қамырымызды қолымыздың көмегімен біркелкі етіп барлығын жабыстырып шығатын боламыз. Барлығын осылай біркелкі болуы қажет. Шетін бәрін осылай сәл биіктеу қылып жабыстырасыздар. Ішіне начинкасын құйған кезде начинкамыз сәл төмен болып тұруы қажет. Мінекей дайын болды қамырымыз. Енді осының үстінен дайын болған начинкамызды құйып барлығын құямыз. 160 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Және піскеннен кейін, осы пирогымыз піскеннен кейін, оны бөлме температурасында 2 сағат суытамыз. Және холодильникте тағы 2 сағат суытқаннан кейін барып кесетін боламыз. Бөлме температурасында 2 сағат суытқаннан кейін сыртындағы формасын шешіп алатын боламыз. Әйтпесе қатты суланып кетеді. Мінекей қойып пісіріп алдым. Біздің сметаникіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан шығады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.